Ойтал ауылының тұрғыны Қалмен Садриева 18 жылдан бері сүт өнімдерін өндірумен айналысып келе жатқан еңбекқор әйел. Алғашқы еңбек жолын есепші болып 20 жыл қызмет еткен ол, кейінірек қызығушылығы осы сүт саласына ауысқан. Қалмен апа 1 тоннаға дейін сүт қабылдап, ірімшіктің бірнеше түрін — ылғалды, құрғақ, қызыл ірімшік, жент, қазақша рафаэлла, құрт, балқаймақ сынды өнімдер даярлайды. Оның өнімдері Алматы қаласына күнделікті жеткізіліп тұрады. Жылы мезгілде сұраныс артатындықтан Қалмен апа сүт қабылдау көлемін 3 тоннаға дейін арттырады. Ол үшін сүтті Қостаған және Сыпатай Батыр ауылдарынан арнайы күн сайын әкеледі. Қалмен апаның өндірісінде 10 адам жұмыс істейді. Ірімшік дайындау процесі өте күрделі болғандықтан, жұмысшылар таңғы 6-дан бастап еңбекке кіріседі. Олар 50 литр сыйымдылығы бар 25 қазанмен сүтті қайнатып, арнайы қоспалармен ұйытады. Содан соң сүт суыған соң ірімшік дайындайды. Әсіресе балқаймақты Қалмен апа ерекше әдіспен қайнатып жасап, оны өзінің тәлімгерлігімен барынша дәмді әрі сапалы етеді. Артық өнімді сақтау үшін арнайы суық камера бөлмесі де бар. Онда өнімдер сапалы сақталып, жаңа піскендей болуына жағдай жасалады. Осы кәсіппен айналысып жатқанымызға 18 жылдай болып қалды. Сүт өнімдерімен айналысамыз. Оның ішінде құрт шығарамыз, майыс жасаймыз, ірімшіктің 3-4 түрін жасаймыз. Кептірілген ірімшіктер бар, соңғы балқаймағымыз бар. Бұл ірімшіктердің өнімдерін біз Алматы қаласына өткіземіз. Шоферіміз бар, 2 машинамен 2 ауылдан сүт жинап келеді. Қостағал ауылынан и Сыпатай ауылынан 4 тоннаға дейін сүт қабылдап, соны өнімін өндіреміз. Мен қазір осы жерде 10 шақты адамды неғып отырмын, жұмыспен қамтып отырмын. Оның ішінде 2 водителіміз бар. Дайын болған сүт өнімдері әсемделіп, қорапшаларға салынып, қалаға жіберіледі. Осындай еңбек пен шеберліктің арқасында Қалмен апа ауылдастары мен Алматы тұрғындарын сапалы өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Осы кісімен Қалмен апамен 10 жыл болды. Жұмыс жасап жатырмызға, халыққа керек өнімді сапалы пісіреміз. Ірімшік, сухой ірімшік пісіреміз, мокрый ірімшік пісіреміз. Балқаймақтан рафаэлла жасаймыз, құрт жасаймыз. Таза өнім. Ал енді бүгінгі таңертеңнен сағат 6-тан бері келіп, осы жерде бізбен болдыңыздар, көрдіңіздер, сүтті қалай қабылдағанымызды, қалай қыздардың жұмыс істегенін. Мына бүгінгі бір күндік біздің жасаған өніміміз осы қыздардың арқасында. Арнайы Меркі медиа үшін Еркін Жасыбаев, Майра Өсербай, Бақыт Рахымбай.